Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 2-ші сынып математикасының 1-ші бөлімінің 34-36 сабағын бастайтын боламыз. Ендеше 1-ші, 13-ші есептерді шығарамыз. Бүгін біз енді өткен материалдар бойынша сабақтарымызды бекітетін боламыз. Ендеше есепті ары қарай шығарайық. 1-ші есепте сандарды ата. 9 ондық 7 бірлігіміз 97, 4 ондық 8 бірлігіміз 48, 6 ондық 3 бірлігіміз 63, 5 ондық 2 бірлігіміз 52. Екінші есеп 40-тан бастап 60-ға дейін бір-бірден қоса отырып сандарды ата. Одан кейін әсі 20-дан бастап бірге кемте отырып сандарды кем өретімен ата дейді. Ендеше А есебінен бастаймыз. 40-тан бастап 60-ға дейін бір-бірден қоса отырып сандарды атаймыз. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Енді әсі 20-дан бастап бірге дейін кеміту ретімен ата дейді. 20-дан, яғни кемітеміз бірге. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Үшінші есепте сандарды оқы, олардың ондықтары мен бірліктерінің санын анықта дейді. 54 санын анықтайтын болсақ, 5 ондық, 4 бірлік. 76 санын анықтайтын болсақ, 7 ондық, 6 бірлік. 90-ды анықтайтын болсақ, 9 ондық, 0 бірлік. 27-ні анықтайтын болсақ, 2 ондық, 7 бірлік. Төртінші есепте бос ұяшық орнына разрядты қосылғыштарды қой дейді. 57 санын алатын болсақ, 50 қосылған 7, 30 санын алатын болсақ, 30 қосылған 0, 78 санын алатын болсақ, 70 қосылған 2. Енді мына жерде 5-ші есеп шығарып жіберейік. Көк түспен ұзындығы 6 см болатын кесінді сыз, қызыл түспен ұзындығы көк түсті кесіндіден 5 см артық кесінді сыз дейді. Ал жасыл түспен қызыл түсті кесіндіден 4 см қысқа кесінді сыз дейді. Енді сызатын болсақ, мына жерде көрсетіп қойдым сызу тапсырмасын. Көк түс 6 см, қызыл түс көк түстен 5 см артық болатын болса, 6-ға 5-ті қосамыз, 11 см болады. Жасыл түс қызылдан 4 см кем болатын болса, 11-ден 4-ті аламыз, 7 см. Одан кейін сызу керек бізге көк кесіндіден 6 см, қызыл кесіндіден 11, жасыл кесіндіден 7 см сызамыз. 6-шы есепте жаз дейді. 2-ші разрядтардың 3 бірлігінен және 1-ші разрядтың 0 бірлігінен тұратын санды асында, сонда бұл жерде 30 болады. Ал әсінде 2-ші разрядтың 5-ші бірлігінен және 1-ші разрядтың 3-ші бірлігінен тұратын санды жаз дейді. Яғни бұл 53 болады. 7-ші есепте дәптердің тор көздерін пайдаланып, мына сандардың графикалық моделін құр дейді. 25 санын әр түсті дөңгелектер түрінде жазуымыз керек. Яғни бұл тапсырма дәптерге орындалады. Мысалға 25 санын түрлі түсті дөңгелектер түрінде көрсететін болсақ, мысалға әр орындығын бір түске бояуға болады. Енді әсінде 43 санын әр түрлі түсті шаршылардан тұратын диаграмма түрінде көрсетуіміз керек. Яғни 43 шаршы, мысалы 4 ондық көк шаршы, 3 бірлік қызыл шаршы қылып орындауға болады. 8-ші есепте салыстыр дейді. Мына жерде көрініп тұр, балалар, салыстыру белгісін қайсысы артық, қайсысы кем екені. 25, 28-ден кем. 6 ондық 4 бірлігіміз, яғни 64-ті білдіреді. 5 ондық 9 бірлігіміз 59-ды білдіреді. Бұл жерде 64, 59-дан артық. Одан кейін 7 ондық 2 бірлігіміз 92-ні білдіреді. 90 бірлігіміз 90, мына жерде 92, бұл жерде 90-нан артық болып тұр. Енді 9-шы есепте өрнектердің мәнін тап дейді. Өрнектің мәнін мына жерде тауып көрсетіп қойдым. 10-шы есепте амалдардың орындалу ретін анықта және оны оқы, өрнектің мәнін тап дейді. Мысалы, амалдарды орындалу ретін анықтап және табу үшін ең бірінші біз жақшаның ішіндегі амалдарды орындаймыз. Бірінші жақшаның ішінде 15 шығады, одан кейін 8, екеуін азайтқан кезде 7 саны шығады. Одан кейін 23 пен 52-ні қосамыз, жақшаның ішін орындап аламыз. Содан кейін келесі жақшаны орындаймыз. Яғни бірінші жақшада 75, екінші жақшада 30 шығады. Екеуін азайтқанда 45 саны шығады. Одан кейінгі жақшаның іші 46 азайтылған 35, жақшаның іші 11 шығады. 21, 19 қосатын болсақ 40 шығады. Екеуінің қосындысы 51. Одан кейін келесі 23-ке 77-ні қосатын болсақ 100 шығады. 68-ден
19 алатын болсақ 49 шығады. Сонда 100-ден 49 алсақ 51 шығады. Енді 11-ші есепті орындайтын болсақ, өрнектерді жаз дейді. Бұл жерде енді 83 пен 24 азайтылған с өрнегінің қосындысы, тек өрнектің мәнін тап демеген, бұл жерде тек өрнек түрінде жаз деген. Сонда шақшаның ішіне бұл жерде 24 азайтылған с қосылған 83 деп жазамыз. Келесі әсінде в мен 58 азайтылған 19 өрнегінің айырмасы. Шақшаның ішіне сандарды аламыз. 58 азайтылған 19, шақша сыртына в азайту өрнегін жазамыз. Одан кейін 12-ші есеп, мына жерде бос ұяшықтың орнына тиісті санды қой дейді. Мына жерде мен қалай орындалатынын көрсетіп қойдым. Қай санды азайтқан кезде бос ұяшықтың орындағы сан табылатынын барлығын көрсетіп қойдым. 13-ші есеп, асы 14, 15, 16 сандарының қосылғыштарының біреуі 8 болатын, екі бір таңбалы сандарының қосындысы түрінде жаз дейді. Мінекей мына жерде көрсетіп қойдым. 8-ге 6 қосқанда 14, 8-ге 7 қосқанда 15, 8-ге 8 қосқанда 16. Енді әсінде 35 пен 17 сандарының айырмасының мәнін бірдей қосылғыштарының қосындысы түрінде жаз дейді. 35-тен 17-ні алсақ 18 болады. Сонда 9-ға 9 қоссақ 18, немесе 6-ға 6-ны 3 рет қоссақ 18 саны шығады. Мінекей балалар, бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Келесі сабақ жоғалтпауыңыз үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.